Әлеуметтік желіде шетелге бару үшін жаңағы қаражат жинайтын адамдар көп көреміз. Оның ішінде онкологиямен ауырып жатырмын, Турцияға барып емделем, Кореяға барып емделем, маған жедел түрде ақша керек деп ақша жинайтындар да бар. Сол кезде адамға ой келеді, сонда Қазақстанда бұл ауруды емдей алмай ма? Біз соншалықты әлсізбіз бе деген. Расымен солай ма, әлде олай емес па? Біздің науқастарымыз бар, барып келген. Барып, қазір қайтадан бізде емделіп жүргендер. Ондайлар да көп. Мысалы, Түркияға барса, омырау обыры рагы болсын, емделуі 120 мың ақш долларға құралады. Оның бәрі бізде Қазақстанда тегін жасалады. Тегін. Өзбекстан, Қырғызстан, Таджикстан, олар бізге келгісі келеді. Қытайдан келгісі келеді. Өйткені біздің қазіргі онкология дәрежесі дүниежүзілікпен соған сәйкес бірдей болып келе жатыр. Заманауи техника бар. Заманауи жаңағы диагностикалық зерттеу лабораториялар ашылған. Шетелдік мамандарға не себепті көбірек сенім білдіріп жатыр? Түркияда болсын, Индияда болсын, Кореяда болсын, қазір мынау барып келіп жатқан науқастарымыздың қолданыстағы ол жердегі ем шараларының түрі, протоколдары бәрі дүниежүзінде бірдей. Демек, бізде де сондай, оларда да сондай, ешқандай айырмашылық жоқ. Иә, хирургиялық емді айтатын болсақ, ота түрлері бәрі дүниежүзінде бірдей. Химиотерапияны алатын болсақ, ол да протокол бірдей. Сәулелік ем ол жаңағыдай бір ауыр құрылғыдан тұратын сәулелік ем жасайтын, сондай құрылғымен жасалады. Ол да дүниежүзі бойынша бірнеше ғана компания шығарады ондай құрылғыны. Ол құрылғының барлығы біздің Қазақстанда барлық өңірлерде қамтылған. Жалпы медициналық туризм деп аталады. Шетелдік клиникалардың барлығы осында өздерінің жаңағыдай представительство дейді ғой, солар арқылы бірлесіп солай рекламалық жұмыстар атқарылады, көрсетіледі. Бізде науқастарды келіп, тексеріп, диагнозы қойылып, және де 4-ші саты емге жарамайтын дәрежедегі науқастарды олар өздеріне шақырып, өйткені оның бәрі ақша. Қазақ бауырларымыздың кетіп атқан ақшалары.